Құрметті әріптестер, бүгінгі іс тәжірибе тарату семинарына қош келдіңіздер. Құрметті әріптестер, аудан, мектеп атауларын жаза отырыңыздар. Сондай-ақ сұрақтарыңыз болса, жазбаша да, ауызша да жазып берулеріңізге болады. Комментарий жазып отыруларыңызға болады. Мен сіздерге жақсы естіліп тұрмын ба? Дауыс естіледі ме? Жауап берсеңіздер, естіліп тұр ма сізде? Жақсы көрініп тұр ма? Тағы да қош келдіңіздер. Алматы қаласы Алматы ауданы нөмірі 79 гимназияның қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Бүйенбаева Жаңагүл Әуелханқызы, педагог, зерттеуші. Авторлық бағдарлама тақырыбы айтылым дағдысын дамыту, 5-ші сынып оқушыларына арналған. Мақсаты оқушылардың айтылым дағдыларын дамыту, байланыстырып сөйлеу арқылы олардың өз ойын, пікірін еркін және түсінікті түрде жеткізе білуін қамтамасыз ету. Авторлық бағдарлама 24 жылы бекітілген. Қазақстан Республикасында қазақ тілі мемлекеттік тіл. Қазақ тілін меңгеру әр азаматтың тілдік және мәдени қажеттілігін қамтамасыз ете отырып, қоғамдағы қарым-қатынас пен интеграцияның маңызды құралы болып табылады. Өзге ұлт өкілдеріне қазақ тілін үйрету барысында 4 негізгі дағдының бірі айтылым дағдысын дамыту ерекше маңызды. Настроением жап айттым ғой. Ішім жаман болды. Айтылым дағдысы оқушының ойды қазақ тілінде дұрыс жеткізе білуі, сөйлеу барысында тілдік нормаларды сақтап, фонетикалық ерекшеліктер дұрыс қолдануы, айтылымды дамыту арқылы оқушылар өз ойын еркін жеткізуге, сөйлеу мәдениетін қалыптастыруға, өзара қарым-қатынас жасауға дағдыланады. Коммуникативті дағдылар. Олардың қазақ тілінде сөйлеу қабілеттерін жетілдіру арқылы мемлекеттік тілге деген қызығушылығын арттыру. Сіздердің назарларыңызға ұсынылып отырған бұл авторлық бағдарлама заманауи білім беру талаптарын ескере отырып әзірленген, тілді үйренушілердің қажеттіліктерін жан-жақты қанағаттандыруға бағытталған кешенді жоба. Бағдарламаның басты мақсаты өзге ұлт өкілдеріне қазақ тілін меңгерту барысында олардың айтылым, тыңдалым, оқылым және жазылым дағдыларын дамыту арқылы күнделікті өмірде тілді еркін қолдана білу қабілетін қалыптастыру. Бүгінгі таңда тілді үйрену тек қана жаңа білім алу емес, сонымен бірге мәдениетаралық қарым-қатынас жасау мен жаңа мүмкіндіктерге жол ашу. Бұл бағдарлама қазақ тілін үйренудің дәстүрлі әдістері мен заманауи педагогикалық технологияларда үйлестірілген. Әсіресе тіл үйренушілердің айтылым дағдыларын дамыту ерекше көңіл бөлінеді. Өйткені бұл дағды тілді еркін әрі сенімді қолданудың негізі болып табылады. Бағдарлама төмендегі ерекшеліктермен айшықталады. Жеке тұлға бағыттылығының тәсілі әрбір тіл үйренушінің қажеттіліктері мен деңгейін ескеру. Интерактивті және ойын технологиялары, сабақтың қызықты әрі тиімді етуін қамтамасыз ету. Практикалық бағыттылық, қазақ тілін шынайы өмірлік жағдайларында қолдау мүмкіндіктерін беру. Бұл бағдарлама жас ерекшеліктері әртүрлі тіл үйренушілерге арналған және әр сабақта белсенді қатысушыларға арналған шығармашылық және логикалық тапсырмалар қарастырылған. Тіл үйрену процесі барысында оқушылар тек тілді үйреніп қана қоймай,
қазақ халқының мәдениетімен, салт дәстүрімен және солармен жақынырақ танысуға мүмкіндік алады. Жалпы бағдарламаның негізгі құрылымы бірінші түсінік хат бөлімі. Мұнда түсінік хат бөлімінде яғни осы бағдарламаның мақсаты, міндеттері, күтілетін нәтиже айтылады. Екінші тұрақтылау мазмұндық бөлімі, негізгі тақырыптар көрсетілген және олар тарауларға бөлінген. Келесі нормативтік бөлім. Нормативтік бөлім күнтізбелік тақырыптық жоспар, яғни жылдық 34 сағатқа бөлінген, ол әрбір тоқсанға бөлініп жазылған. Оқу әдістемелік бөлім, нұсқаулық бөлімі. Мұнда бағдарламаны жүзеге асыру барысында қалыптастырушы және жиынтық бағалаулар көрсетілген. Сонымен бірге бала нені біледі, нені түсінеді, нені қолданады деген 3 сұраққа жауап берілген. Одан кейінгі тиімді әдіс тәсілдер берілген. Бұл тиімді әдіс тәсілдерде осы жерде осы бағдарламаны жүзеге асыру барысында қандай әдіс тәсілдерді қолданамын, сабақ өтудің қандай формаларын жүзеге асырамын, мұғалімдерге нұсқаулық берілген. Пайдаланған әдебиеттер тізімі мұғалімдерге және оқушыларға арналған. Сонымен бірге қосымша бұл презентациялар, платформалар, дидактикалық материалдар. Яғни түсінік хатта бағдарлама бойынша мақсаты қазақ тілінің фонетикалық ерекшеліктерін меңгерту, өз ойын нақты және анық дұрыс жеткізуге үйрету, оқушылардың сөздік қорын байыту және сөйлеу дағдыларын дамыту. Міндеттері: айтылымға қатысты жаттығулар арқылы дұрыс дыбыстау дағдысын қалыптастыру, оқушыларды қазақ тілінің дыбыстық заңдылықтарымен таныстыру, сөйлеу құрылымын дұрыс құруға және диалог жүргізуге үйрету, тілдік ортада белсенді сөйлеу тәжірибесін қалыптастыру. Күтілетін нәтиже: оқушылар қазақ тіліндегі сөздерді дұрыс дыбыстайды, қазақша сөйлеу барысында еркін және нақты ойын жеткізе алады, сөздік қорлары кеңейіп, сөйлеу мәдениетін қалыптастырады. Сабақ беру үйреншікті жай шеберлік емес, бұл үнемі жаңаны табатын өнер деп Жүсіпбек Аймауытов айтқандай, мен өзімнің осы бағдарлама бойынша өтетін сабақтарда берілген тақырыпшалардағы әрбір сабақтағы қолданылатын іс тәжірибеммен, яғни әдіс тәсілдермен, қолданатын әдіс тәсілдермен сіздермен бөліскім келеді. Айтылым дағдысының 4 әдіс тәсілі. Бірінші дебат, пікірталас. Оқушылар өз ойын дәлелінен жүйелі айтуға үйренеді. Рөлдік ойын, ситуациялық әңгіме, сыни ойлау мен тіл байлығы артады. Сұрақ жауап ыстық орындық әдісі жылдам, нақты жауап беру машығын дамытады. Өз ойын қысқа әрі түсінікті жеткізуге көмектеседі. Сурет немесе видео арқылы ой бөлісу. Яғни бұл сурет немесе видео арқылы ой бөліседі. Көрген, тыңдағанға байланысты пікір білдіреді. Әңгімелеу, сипаттау, баяндау стильдері қалыптасады. Сондай ертегі кейіпкерлер арқылы сабақты меңгерту, айтылым дағдысын дамыту, қатысушыларды таныстыру, топтарға өзара қарым-қатынасын нығайту. Бұл оқушылардың айтылым дағдыларын дамытудың негізгі 3 кезеңі. Бірінші бақылау, оқушылардың сөйлеуін мұқият бақылап, олардың күшті жақтарын және қиындықтарын анықтаймын. Қолдау, оқушыларға байланыстырып сөйлеу дағдыларын дамыту, конструктивті кері байланыс беремін. Келесі бағыттау, оқушыларды байланыстырып сөйлеу дағдыларын жақсартуға бағытталған жаттығулар мен іс-шараларды ұсынамын. Тиімді кері байланыстың рөлі: нақты оқушылардың сөйлеуіне байланысты нақты мысалдар келтіремін. Оқушылардың жақсы жақтарын атап өту, мадақтаймын. Тәжірибе оқушыларға өзін-өзі бағалауға және жақсартуға мүмкіндік беремін. Жаттығулар мен іс-шаралар: рөлдік ойындар.
оқушыларға әртүрлі сценарийлерде байланыстырып сөйлеу мүмкіндіктерін береміз. Пікірталастың әртүрлі тақырыптарын талқылау үшін оқушылардың тобын құраймыз. Қоғамдық сөйлеу, оқушыларға өз ойларын еркін жеткізу үшін қоғамдық сөйлеу жаттығуларын ұсынамын. Сондай-ақ тілдік ынталандыру, кітаптар арқылы оқушыларға әдеби шығармаларды оқып, сөйлеу тілін байытуға көмектеседі. Флеш-карталарды қолдану арқылы жаңа сөздер мен сөз тіркестерін жаттау үшін флеш-карталарды пайдаланамын. Ойындар арқылы тілді ойын-сауықпен үйренуге мүмкіндік беремін. Күтілетін нәтиже оқушыларды байланыстырып сөйлеу дағдыларын жақсартады. Оқушылар өз ойларын айтуға сенімдірек болады. Оқушылардың коммуникативтік қабілеттері дамиды. Құрметті әріптестер, біз көбінде осы 4 дағдыны қолданған кезде неге мен осы авторлық бағдарламамда айтылым бағдарламасына тоқталу себебім, қазіргі уақытта технологияның дамыған уақытысы бізде балалар көбінде әртүрлі технологиялар арқылы жазба жұмыстарын тез орындай алады, көмек арқылы. Сондықтан да тіл үйретуде, тіл дамытуда бұл айтылым дағдысының рөлі өте зор. Міне сол суретпен сөйлеу орны, шығармашылық топтық байланыстарды дамыту, оқушыларды топқа бөле отырып, әр топқа мысалы саябақ, демалыс, яғни бір сөзден беріледі. Сол сөздерді қағазға сурет арқылы түсіндіріп салады. Басқа топтар сол суреттің тақырыбын анықтайды. Сондай-ақ Кувер платформасымен суретті жандандыру, мұнда жасанды интеллект платформасымен суреттерді жандандыру арқылы дайын суреттерді өз қалауынша бояйды. Содан кейін сканермен жандандыру арқылы олар жұмыс жасайды. Келесі қолданатын тағы бір голограммалық сағат. Мұнда да, яғни голограммалық сағат сөйлейтін QR деп айтуымызға болады. Бұл да осы айтылым дағдысында қолдануға өте тиімді деп айтуымызға болады. Содан бері Adobe Express формасы, яғни персонаждарды сөйлету, бұл да жаңағы ертегі кейіпкерлері кезінде осы платформа арқылы орындау балаларға айтылым дағдысын дамытуда есту арқылы, өздері қайталау арқылы дағдыларды дамытады. Енді қорыта келгенде, оқушылардың байланыстырып сөйлеу дағдыларын дамыту үшін тиімді әдіс тәсілдер болып табылады. Оқушылардың сөйлеу дағдылары арқылы олардың өздеріне деген сенімділіктері артып, коммуникативтік қабілеттерін дамытуға болады. Құрметті әріптестер, егер де сіздердің сұрақтарыңыз болса, осы айтылған жоғарыдағы ақпарат бойынша сұрақтарыңыз болса, жазып сұрақ берулеріңізге болады. Жақсы, рахмет. Ендеше құрметті әріптестер, мен сіздермен қоштаспаймын. Сұрақтарыңызды соңғы жағында тағы да жазуларыңызға болады ойланып. Кезекті мен әріптестеріме беремін. Құрметті әріптестер, күндеріңіз сәтті болсын. Мен сіздерді бүгін авторлық бағдарламамен таныстырайын деп отырмын. Бағдарламаның тақырыбы тіл ой дамыту негізі. 4-ші сыныпқа арналған гимназияның қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімімін. Ибрагимова Сәуле Бекмұратовна, педагог, зерттеуші. Сіздерді бағдарламаның мақсатымен таныстыратын болсам, ол оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай танымдық тапсырмалар арқылы қазақ тіліне деген қызығушылығын арттыру, рухани жан дүниесін байыта отырып, адамгершілігі мол, тәрбиелі, сауатты, өзіне сенімді тұлғаны тәрбиелеу. Бағдарламаға мынандай міндеттер қойдым. Бұл танымдық материалды мен өзім ерекше шығарма және кішкентай тапқырлар деген өзімнің
кітаптарымнан танымдық материалдарды алдым. Сонымен қатар мұғалімдерге көмек ретінде әдістемелік нұсқаулықпен сіздерді таныстырғым келеді. Танымдық материалдар бойынша берілген тапсырмалар арқылы оқушылардың қарым-қатынас тілі дамиды. Берілген тақырыптар бойынша қызықты танымдық ақпараттармен танысады, оқушылардың тұлғасын жақсы үлгі өнеге бере отырып тәрбиелейді. Себебі әрбір әңгімеде осы тәрбиелік саласына, тәрбиелік құндылықтарға көңіл бөлінген. Бағдарламаның мынадай жаңалығы бар. Қазіргі уақытта әрбір жеке тұлғаны дамытқан кезде оқушы заман талабына сай болу керек. Оның функционалдық сауаттылығы қалыптасу керек. Бар білімін оқушы өмірде пайдалана алу керек деген ұстанымдарға сүйендім. Оқушы бойында сонымен қатар мәтінмен жұмыс кезінде ол бойынша жасалған тапсырмалар бойынша өз еліне деген сүйіспеншілік, жауапкершілік, қоғамдық ортадағы сыйластық, топта бірлесе жұмыс жасай алу, пікірін ортаға салып, білімін өмірдегі өз қажетіне жарата алу қасиеттерін дамыту болып отыр. Күтілетін нәтиже оқушыларда қазақ тіліне деген құрмет сезімі қалыптасады. Қазақ тіліндегі қарым-қатынас тілі дамиды. Сыни тұрғыда ойлаудағысы жетістікке бағытталып отырады. Балалардың білімдерін өмірде пайдалана алуы шығармашыл тұлғаны қалыптастырады деген сенімдемін. Бағдарламаға толық тоқталмай, негізгі мазмұндық бөліміне тоқталатын болсам, бағдарлама 34 сағатқа лайықталған. Оның ішінде мазмұндық салада 6 бөлімшеден және 6 бөлімнен және 6 бөлімшеден тұрады. Ол тілім тірегім, бұл біздің ең басты мақсатымыз қазақ тіліне деген құрмет. Ойлантап, түрлі әңгімелерді оқи отырып, оларға қызығушылығы артады, талпыныс жасайды, әрекет жасайды. Құндылықтары оқушыларда тек қана ынта қалыптасып қана қоймайды, олар мәтінді түсінеді, әрекетке кіреді, болжам жасайды, өзінің өмірімен байланыстырып, өз пікірін айтуға дағдыланады. Тапқыр болып көр. Әр бала жеке индивид деп алатын болсақ, жеке тұлға деп алатын болсақ, осы әңгімелерді оқи отырып, астындағы тапсырмаларды орындай отырып, суретпен сөйлеу арқылы сөздік қорларын пайдаланады, ойларын толықтырады, ой қорытады, бағалау жасайды, топта және жеке нәтижелі жұмыс жасауға дағдыланып үйренеді. Балалар әлемі деген салада қызықты танымдық материалдармен танысып, тапсырмалар арқылы рөлдік ойындарға түседі, қарым-қатынасқа түседі. Бұл тапсырмалар арқылы өздерінің қойылымын қоюға болады. Сөйтіп өздері мұғалімнің шеберлігі арқылы тапсырмаларды түрлендіреді. Адалдық адастырмайды деген бөлімде өзімнің шағын мысалдарым, әңгімелерімде ізгілік, адамгершілік қасиеттерді қалыптастыруға тырыстым. Мәтіннен бұл жерде балалар негізгі және қосымша ақпаратты іріктеуге үйренеді. Жақсы қасиеттер өз өмірімен байланыстырады, сенімді еркін сөйлеуге дағдыланады. Жақсылыққа жақын бол тақырыбында жаңа сөздерді үйренеді, қызықты мәліметтермен танысады. Шынықсаң шымыр боларсың. Бұл әңгімелер топтамасында оқушылардың жан-жақты өнері, музыкаға, спортқа, басқа да оқушылардың қазіргі айналысып жүрген үйірмелер байланыс болады. Онда оқушылар тек қана берілген шағын мәтінмен ғана танысып, сол бойынша тапсырмаларды ғана орындамайды, өзінің пікірін айтады, өзінің өмірімен байланыс жасайды, оған баға береді, алда қалай дамуға болатыны туралы ойланады. Өнерліге өріскен тапсырмаларды тек қана орындап қоймайды, бұл ойлануға алып келеді,
ойланудан соң шешім қабылдайды. Шешім қабылдағаннан кейін бала өз бетінше тұжырым жасауға, сыни ойлауға қалыптасады. Осы тіл ой дамуының негізі атты элективті курсқа арналған қосымша әдістемелік құралды мұғалімдер үшін әзірледім. Балалар әлемі ғажайып әлем деп оған ат қойдым. Себебі енді осы жерде мен сіздерді өзімнің шағын ғана мысалдармен таныстырғым келеді. Бірінші мысал Камар мен Тамар. Үйге маса ұшып кірді, ызыңдап жүрді де суретке барып қонды. Қаладан келген Самат, "О, Камар" деп нұсқады. Ол Камар емес, Қамар деді кішкентай Назерке. Қонақтар мәз болып күлісті. Шынында да маса Камардың суретіне қонған еді. Мұнда үлкен проблеманы пайдаланып отырмын, көтеріп отырмын, себебі Самат қаланың баласы, маса Камар дегеннің маса екенін білмейді. Ал енді Назеркеміз суретке Камар қонған суреттегі қыздың аты Камар екен. Сондай бір қызықты материалды алдым. Оның соңында неше түрлі тапсырмалар бар. Оның ішінде біреуін ғана осында кірістірдім. Бұл кестені толтыру. Сұрақтарға жауап береді. Оқушылар сұрақтарға жауап беріп, мәтін бойынша таңдау жасайды. Тірек сөздермен мәселен болжайды, керекті ақпарат іріктейді, негізге қосымша ақпараттармен жұмыс жасайды, сөйлесім әрекетін меңгереді, өз өмірлеріне байланыстырады, оқушылардың логикалық тапсырмаларды орындауда белсенділігі арттырады. Құрметті әріптестер, өмірлеріңізге сәттілік тілейміз, еңбектеріңіз жемісті болсын. Назар салып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Алматы қаласы Алмалы ауданы нөмір 70-ші гимназияның қазақ тілі әдебиеті пәні мұғалімі Асқар Сұңғат Талғатұлы, педагог зерттеушімін. Менің бағдарламамның тақырыбы қазақ елі, мен жұмыс, орыс өзге ұлт өкілдерінің 8-ші сынып оқушыларына арналған. Бағдарламаның мақсаты оқушыларға қазақ тілінде өз ойларын сауатты айту, жазбаша сауатты жазу дағдыларын жетілдіруде қазақ тілін тиімді оқыту. Бағдарламаның міндеттері қазақ тілінің фонетикалық заңдылықтарына арналған жаттығуларды мәтін арқылы оқыту, қазақ тілінің грамматикалық ережелерін мәтін арқылы түсіндіріп оқыту, шағын мәтіндер арқылы жазбаша ауызша жұмыстар ұйымдастыру. Енді мемлекеттік тілді үйрету басты міндет, әсіресе орта мектепте білім алатын білім алушылар қазақ тілінде айтылым, жазылым дағдыларын білуі тиіс. Қазақ тілінде бұл авторлық бағдарламаны жүргізуде оқушылардың мемлекеттік тілге қызығушылықтарын көтеруді көздеу мақсатында мәтіндер арқылы көрсете отырып сабақты қызықтыра бастауды жөн санадым. Білім алушылардың базалық білімі болғандықтан тың мәліметтерді беруді, тақырып аясында жазылым дағдысын дамытуға қарай бағыттау тапсырмаларын ұйымдастырамын. Мәтін арқылы мәліметтерді беремін. Алғашқы сабақта танымдық дағдыға сәйкес өткен және оқушылармен білетін ақпараттарды еске түсіретін боламыз. Бұл авторлық бағдарлама сабақ жоспарларына деректі мәтінмен жұмысқа баса назар аударылады. Себебі білім алушылар көзбен көрген мәліметтерді 70% есте сақтайды. Сонымен бірге оқушыларды қызықтыру және өз ойларын қорыту үшін үйренген жаңа сөздер мен сөйлемдерді айту бойынша тапсырмаларды жиі ұйымдастырылады. Кейбір сабақтарда шарттық шеңбері әдісінен бастап оқушылармен айтылым дағдысын жаттықтыруды жүргіземін. Жақсы, бұл бағдарлама 34 сағаттан 4 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім атауы қазақ елінің тарихына шолу, яғни бұл жерде қазақ сөзінің шығу тарихынан бастап қазақтың ежелгі қалалары, отырар, түркістан тақырыптарына негізделген. Екінші бөлім қазақ халқының мәдениеті, яғни
бұл жерде көшпенді халық болғандықтан киіз үй және оның құрылысы, жеті қазына, ұлттық салт дәстүрлер, ұлттық ойындар, би өнері, ұлттық аспаптар, музыкалық аспаптар тақырыптарында болмақ. Үшінші бөлім ұлттық құндылықтар. Міне бұл жерде қазақтың ұлттық құндылықтарына, айтыс өнеріне, би өнеріне басымдық берілетін болады. Осы тақырыптар бойынша мәтінмен жұмыстар орындалды. Және келесі төртінші бөлім қазақтың киелі өңірлері. Және бұл тақырыпта қазақтың киелі өңірлері Алакөл, Бурабай сияқты тарихи мәдени орындары таныстырылатын болды. Және әдістемелік нұсқаулықтан тұрады. Яғни қазақ елі ұлттық құндылықтар, туған жерге саяхат уақыт туралы оқып білетін боламыз. Оқушылар естімеген жаңа сөздермен танысып, олардың жаңа сөздерді пайдаланып, сөйлеуге сауатты сөйлем құрастырып, жазуға бағыт береді. Яғни бұл жерде бұл бағдарламаны оқыту барысында автор орындығы, ашық микрофон, сұрақтар жаңбыры, таза тақта, ойлан, жұптас бөліс, сұхбат әдістері қолданады. Мысалға, ашық микрофон әдісі бойынша оқылған мәтін бойынша мұғалім сұрақ беріп, соған оқушылар жауап береді. Немесе келесі таза тақта әдісі бойынша оқушылар өздерінің сұрақтарын тақтаға немесе параққа жазып отырады. Сол сұраққа жауап берген кезде сұрақты өшіріп отырып, тақта таза болу керек. Ойлан, жұптас бөліс әдісі арқылы жерде оқушылар жұптық жұмыс, топтық жұмыстарын орындайды. Сұхбат әдісінде берілген мәтін бойынша оқушылар бірімен сұхбаттасып, тілдесімге өтеді. Яғни өзімнің бірінші тапсырмамды айта өтетін болсам, бұл жерде мысалға мәтін берілген, осы мәтін мазмұны бойынша сөз тіркестерін құрап, сол сөз тіркестерімен сөйлемдер құрастырады. Және осы қазақ елі дегенде қандай ассоциация бар. Берілген, алдын өтілген тақырыптар бойынша, материалдар бойынша кластер құрып, оқушылар осы кластерді толтыратын болады. Қорытындылай келе, бұл авторлық бағдарлама оқушыларды қызықтыру және өз ойларын қорыту үшін үйренген жаңа сөздер мен сөйлемдерді айту бойынша тапсырмаларды жиі ұйымдастырады. Сауатты жазу, сөйлеу мақсатында қызықты және жазу тапсырмалары кіріктірілген. Сонымен қатар постер жасау жұмыстарына басым бағыт беріледі. Яғни бұл бағдарламаның ең негізгі мақсаты өзге ұлт өкілдерін қазақ тілінің қолданысына басымдық беру және қазақ тілінде сөйлеу, сауатты сөйлеу, сауатты жазу дағдыларына басымдық берілген. Жақсы, назарларыңызға рахмет. Егер сұрақтарыңыз болса, тыңдап тұрмын. Сонда құрметті әріптестер, назар бөліп, уақыттарыңызды бөліп қатысқандарыңызға рахмет, жұмыстарыңызға сәттілік, табыс тілеймін.